Дана мен Диас екеуі жүріп қатар аулаға шықты, айналдым айтып болашат. Бүгін біз жануарларды қайтеміз. На, балалар, бірге айтайық. Жануар ау, келіңдер бізбен бірге, үйреніңдер, атын атап шақырсақ қуанамыз бәріңмен. Ал кеттік енді балалар, ән мен ойын арасында Дана мен Диаспен үйретеміз жануарлар. Көк арба келе жатыр, дөңгелегі зырылдап, іші толған жануар тығылып тұр сығалап. Балалар, қараңдар, түн екен бұл жасырын. Мяу-мэ деген дауысы кім екенін таптың ба? Дұрыс, ол мысық секіреді лап-лапта. Жануар мяу деліңде бізбен бірге, үйреніңдер, атын атап шақырсақ қуанамыз бәріңмен. Ал кеттік енді балалар, ән мен ойын арасында Дана мен Диаспен үйретеміз жануарлар. Көк арбаттағы келді, домалап тұр дөңгелек. Бұл жолы қай жануар кәне бірге тыңдайық. Ғав деп үреді, құйрығын бұлғаңдатып. Дұрыс, балалар, бұл ит менне шапты. Итке біз үйретеміз, бір жат кел деп сөздерді Диасыз қырып қояды, ит мүлде қателеспеді. Арба қайта қозғалды, бұл жолы ауыр келеді. Ох, бұл кім болды екен, Дана енді күледі. Мө деп дыбыс шығады, бұл сиыр баланы. Сүт береді момақан, жақсы көрер даланы. Сиырға біз үйретеміз, тыныш тұрып жуас бол. Суындыш, шөп жей ғой, жұмсақ жүргін ақын бол.